Осылайша біз бекітпе тігісімізді аяқтадық. Енді негізгі жіпті қиып алып, қатарларды бір-біріне жалғап, артық тұрған жіпті тоқылған бөліктің арасынан өткізіп, білінбестей етіп байлап тастаймыз. Ал енді сөмкеміздің екі жанын тоқитын боламыз. Ол үшін ілгекке негізгі жіпті іліп ала отырып 6 рет тоқимыз. Екінші қатарымызды тоқылған 5-ші жіптің ортасына ілгекті кіргіземіз. Оны іліп шығару арқылы қатардың аяғына дейін тоқимыз. Қатарымыздың соңында үшінші қатарды бастау үшін қосымша бір ілгек іліп ала отырып, кері айналдырамыз. Кері айналдырамыз және де көрсетілген бөліктерден ілгекті кіргізу арқылы үшінші қатарды соңына дейін тоқимыз. Дәл осылай қайталау арқылы 7 қатар тоқимыз. 8-ші қатарда бізге арнайы фурнитура қажет болады. Осы фурнитураны 8-ші қатарға бекітіп тоқитын боламыз. Бұл бізге сөмкенің ұзын бауын тағу үшін қажет. Қосымша тағы 9-ші қатарды тоқимыз да, одан кейін арнайы айналдыра отырып бекітпе тігісін жасаймыз. Ол бізге сөмке мен жанындағы қабырғаны бір-біріне жалғауға қажет.
Бұл бекітпе тігістер біз ұзындығынан 9 қатар тоқығандықтан, бұл да 9 болуы қажет. Санап отырып тоқыңыздар. Ал енінен 5 қатар тоқыдық, бірақ бұл бекітпе тігісте 4 болады. Ең соңғы 9-шы бөлікті біз жіпті белгілі бір мөлшерде, яғни сөмкеге жалғастырып тоқуға жеткілікті мөлшерде шамамен 20-30 сантиметрді етіп қиып аламыз. Оны жіпті шығару арқылы бастапқы еніндегі бірінші қатарға өткізу арқылы жалғаймыз. Дәл осылай етіп сөмкеміздің екінші жағында тоқитын боламыз. Ал енді осы тоқыған екі жақтауды сөмкемізге жалғап тігетін боламыз. Ол үшін бізге арнайы осындай трикотаж жібі өтетіндей ине қажет. Екі жағын теңдей етіп өлшеп аламыз. Видеодағы көрсетілген бөліктен инені кіргіземіз. Және де жақтауындағы бекітпе тігіске бір-бірін сәйкестендіре отырып, кезек-кезек инені өткізу арқылы тігеміз.
Дәл осылай етіп сөмкеміздің екінші жағында тігіп шығамыз. Осы тігу барысында жіпті қиғаннан кейінгі артылып қалған бөлігін тоқылған бөліктердің арасынан өткізіп, мықтап байлап, білінбестей етіп қоямыз.